Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен математика оқулығындағы 26-шы сабақ айырмалық салыстыруға берілген есептерді шығаратын боламыз. Сен бір амалмен шығарылатын есептерді модельдеуді және шығаруды үйренетін боласың. Олай болса, бірінші есепке назар аударайық. Бірінші есепті шығар. Ағам 11 жаста, ал қарындасым 6 жаста. Ағам қарындасымнан неше жас үлкен? Қарындасым ағамнан неше жас кіші? Енді есептің шартын құрып алайық. Ағам 11 жаста, қарындасым 7 жаста. Біз енді табуымыз керек. Ағасы қарындасынан неше жас үлкен екенін табу үшін 11-ден 6-ны азайтамыз. Сонда ағасы қарындасынан 5 жас үлкен екен, ал қарындасы ағасынан 5 жас кіші екен. Жақсылап шарттан құрып алғаннан кейін шешімі мен жауабын жазатын боламыз. Олай болса, келесі есепке назар аударайық. Бір санның екінші саннан неше бірлікке артық не кем екенін білу үшін үлкен саннан кіші санды азайту керек. Осы ережені есімізден шығармайық. Екінші есеп. Кестені пайдаланып есептер құрастыр. Шешуін әріпті өрнек түрінде жаз деді. Бұл жерде ағасы 22 жаста екен, ал қарындасы А жаста екен. Енді біз бұл сандардың шартын құрып шығаратын боламыз. Ағасы 22 жаста, ал қарындасы А жаста. 22. Сонда бұл есепте ағасы 22 жас А үлкен қарындасынан және қарындасы ағасынан 22 А жас кіші болып саналады. Кестеде берілген ағасы мен қарындасының жасына қарай отырып, өрнектерді жаза береміз. Ары қарай ағасы Б жаста, қарындасы 5 жаста. Сонда бұл жерде бұл өрнекті Б азайту 5 деп жазамыз. Ағасы қарындасының В азайтылған 5 жас үлкен және қарындасы ағасынан В азайтылған 5 жас кіші болып саналатын болады. Үшінші есеп. Есепті шығар. Әпкем 16 жаста, ал інім одан 9 жас кіші. Інім неше жаста? Бұл жерде де есептің шартын құрып аламыз. Әпкесі 16 жаста, ал інісі 9 жас кіші. Жаңа ережеде айттық. Біз үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Сонда 16-дан 9-ды азайтсақ, әпкесінен інісі 7 жасқа кіші болады екен. Төртінші есеп. Есепті шығар. Ағам 29 жаста, ал әпкем одан 5 жас үлкен. Әпкесі неше жаста екен анықтауымыз керек. Ағасынан әпкесі неше жасқа үлкен екенін білу үшін 29-ға 5-ті қосамыз. Сонда әпкесі 34-те болады екен. Әпкесі 34 жаста. Бесінші есеп. Теңдеулерді шеш. Теңдеуді шешу үшін мұнда берілген азайғыш пен азайтқышты айырманың мәніне азайтқышты қосатын боламыз. Сонда біздің белгісіз санымыз 51-ге тең болады. 51-ден 13-ті азайтсақ 38 және 38 тең болатын болады. Ары қарай теңдеулерді өзіміз шығарайық. 25 қосылған X қосылғыштың мәні 63 болып тұр. Біз енді белгісіз санды табу үшін қосындының мәнінен 63-тен 25-ті қосылғышты азайтатын боламыз. Сонда біздің белгісіз санымыз 38-ге тең болды. 25 пен 38 санының қосындысының мәні 63. Сонда біздің белгісіз санымыз бен 63-те 63 екеуі тең болды. Алтыншы есеп. Есептерді шығар. Ауылда 17 досым бар, ал қаладағы достарымның одан 8-і артық. Қалада неше досым бар дейді. Ауылда 17 досы бар, қаладағы досының 8-і артық болса, біз 17-ге 8-ді қосатын боламыз. Сонда қалада 25 досы бар екен. Келесі есепке қарайық. Қалада 25 досым, ал ауылда 17 досым бар. Ауылдағы достарымның қаладағы қарағанда нешеуі кем дейді.
кем десе 25-тен 17-ні азайтамыз. Сонда ауылдағы достары қаладағы қарағанда 6-ы кем екен. Қайне олай болса, өзім орындай аламын әдісі арқылы номер 7-ші есепті өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен есепте арқылы шығарайық. Ал ендеше 22 қосылған 17 қосылған 38 қосылған 23 тең мәнін табуымыз керек. Ең бірінші 22-ге 38 жұп сандарды қосып аламыз. Келесі 17 мен 23 тақ сандарды қосып аламыз. Сонда біздің қосындымыздың мәні 100-ге тең болады екен. Келесі есепте де 28-ге 12-ні қосып аламыз және 40 пен 10-ды қосамыз. Сонда біздің қосындымыздың мәні 90-ға тең болады. 8-ші есеп сызба бойынша есеп құрастыр және оны шығар дейді. Аминада 80 ұпай, ардақта Аминаға қарағанда 27 ұпай кем. Кем десе 80-нен 27-ні азайтамыз. Сонда ардақ 53 ұпайға кем жинаған екен. Ардақ 53 ұпай жинады. Жарайсыңдар балалар. 9-ші есепте 1-ден 100-ге дейінгі сан аралығында 7 саны неше рет кездесетінін анықтауымыз керек. Олай болса 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 97, яғни 19 рет кездеседі екен. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабақ ұнады деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше, осы сабақта сен бір амалмен шығарылатын есептерді модельдеуді және шығаруды үйрендің.